Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Салихова Анаргүл Жұмажанқызы, Атырау облысы Исатай ауданы жалпы білім беретін Өркен орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 7-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәні сабағын бастаймыз. 9-ші бөлім. Жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым. Сабақтың тақырыбы шығыс ұлына хат. Сабаққа негізделген оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Екінші оқу мақсаты жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып шағын мақала құрастырып жазу. Бүгінгі сабағымызда оқу мақсатына жету үшін мынандай бағалы критерийлері арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Мәтінде көтерілген мәселені талдайды, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып шағын мақала құрастырып жазады. Сіздерге мынандай сұрақ ұсынғым келіп отыр. Баубек Бұлқышев кім? Қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Оның қандай шығармалары бар? Және ол қай жылы дүниеден өтті? Осы сауалдарға бірге жауап іздеп көрелік. Олай болса, мына Баубек Бұлқышев туралы бейне баянға назар аударыңыздар. Баубек Бұлқышев қазіргі Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Амангелді ауылында 1916 жылы дүниеге келді. Болашақ дәуірдің балғын бесігін ашқан шағында Баубек әуелі шешесінен, артынан әкесінен айырылып жетім қалады. Немере ағасының қолында тәрбиеленіп, оқып білім алады. Ол 1930 жылы Ұлытау совхозының фермасында есепші болып қызмет істейді. Ал 1937 жылы Алматы сауда қаржы техникумына оқуға түседі. Ол сонда оқи жүріп көптеген өлеңдер жазады. Балалық шақ поэмасын, ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазады. Арманы асқақ, тума талант 1939 жылы Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер, кейін Қазақстан пионері газетінде бөлім меңгерушісі болып еңбек жолын бастайды. 1940 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылады. Москвада сапер училищесінде оқиды. Орыс тілін жетік меңгереді. 1940 жылы Финляндиямен арада соғыс өрті лапылдағанда өзі тіленіп әскер қатарына алынады. 1941 жылы фашистік Германиямен соғыс басталғанда алғашқы күндерден ақ ұрыстарға қатысады. Осыдан соң Баубек Бұлқышевтың жауынгерлік өмірі басталады. Сонымен, құрметті оқушылар, мына бейнебаяннан біздер Баубек Бұлқышев туралы шағын мағлұмат алдық. Тағдыр тауқыметін ерте тартқан Баубек Бұлқышев ержүрек, қаһарман, көсемсөз шебері әрі публицист екен. Ол 1944 жылдың бас кезінде Украина Днепропетровск облысы Советск ауданы майданында қаһармандықпен қаза тапқан жаужүрек батырымыз. Келесі сіздерге тапсырма. Оқулықтың 162 бетіндегі 5-ші тапсырманы оқимыз. Қазір мен сіздерге мәтінді дауыстап оқимын, сіздер менімен бірге ілесіп оқып отырыңыздар. 5-ші тапсырма. Жалған солдат болуға біздің құқымыз жоқ. Біз ерліктің екі бірдей мектебінен тәлім алдық. Біз шығыстың Қобыланды, Тарғын сияқты батырларынан ерлікті бір үйретсек, бауырлас орыс халқының қолбасшылары Суворов, Кутузовтардан екі үйрендік. Біз Исатай мен Махамбетті, Амангелді мен Абайды дүниеге әкелген халықтың балаларымыз. Біздің қылышымыз фашист немістің қанымен суарылуы керек. Серт осы болсын. Таң бозарып келеді. Артиллерия тағы да өзінің әнін бастады. Біздің кейінгі жағымыздағы орманнан атылған совет артиллериясының снаряды үстімізден зыңылдап ұшып, жау бекіністерінің ортасына түсіп жарылып жатыр. Фрицтерге онша оңай тиіп жатпаған болар, дейді көшім. Алматының кешегі бағбаны жауынгер Шәріп шымыңдап. Әрине, немістің басына күн туса, минометті ала жүгіретін әдеті. Міне, мина ұшып келеді. Оның даусы бізге мәлім. Бірінен соң бірі, оншақты мина жарылғанда, тулаққа салып,
жүн сабап жатқандай болып естіледі. Тіс қаққан, күзек тойда болған қазақ жігіттері фрицтер күземге кірісті деп күлісіп тұрады. Жау оғының астында қасқайып күлісіп тұрған шығыс адамдарын жаным сондай сүйеді. Асылы біздің халық намыс қой, өлімнен ұят күшті дейтін халық қой. Ел намысы үшін білген, ер өлімі бізді қадірлі. Сондықтан біз өлімнен намыс күшті дегенді жау оғының астында да қайталап айтамыз. Нағыз қиыншылық кезеңде менің көз алдыма шығыстың 28 батырының бейнесі елестейді. Жазғытұрым сол 28 батырдың бетінің үстінен өттік. Шығыстың топырағы торқа ерлері жер астында жатқанымен қолын қысып амандасқан, тілдесіп сөйлескен келеді. Осыларша өлу біздің де дәстүріміз болуы керек. Отан, жауынгер, менің тағдырым сенің қолыңда дегенде 28 батырдың сертін жоғары көтеріп, бас иіп жауап беруіміз керек оған, шығысылы. Немістер бізді әрі минометтің, әрі артиллерияның снарядтарымен атуда. Оқ астымен келіп шабуыл жасамақ. Танктың алыстан шуы естіледі. Қарсы атакаға дайындалыңдар деген команда беріледі. Мықты бол, шығысылы. Біз қазір шабуылға шығамыз. Енді осы мәтін бойынша төрт сөйлем әдісі арқылы мәтінде көтерілген басты мәселені жеткізесіздер. Сонымен қатар мәтіндегі автордың намыс туралы айтқан пікірлерін талдау жасайсыздар. Екінші тапсырма. Өлімнен намыс күшті тақырыбында көрсетілген үлгіні негізге ала отырып, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай, көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазасыздар. Яғни бұл жерде оқушылар стильдік ерекшеліктерін ескересіздер, мақала болғаннан кейін ол әрине публицистикалық стильде болады. Жігітке жар қымбат, намыс пен ар қымбат деп қазақ халқы қашанда ар-ұждан, намыс секілді ұғымдарды аса жоғары бағалап қастерлеген. Мақаланы ары қарай сіздер жалғастырып жазасыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін сіздер мына дескрипторге жүгінесіздер. Мәтінде көтерілген мәселені төрт сөйлем арқылы жеткізеді, автордың намыс туралы айтқан ойларына талдау жасайды, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай, көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазады. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізге кері байланыс жасай қойыңыздар. Біз білдік, үйрендік, біз жақсы орындадық, біз үшін жаңалық болды деген мына рефлексия парағы арқылы сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Сабақта ұсынылған тапсырмаларды орындап болғаннан кейін осы сабаққа қатысты ойларыңызды WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы маған жіберулеріңізді сұраймын. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.